Ми организмдегі ең маңызды органдардың бірі. Күнделікті айналысып жүрген істер мен әдеттер мидың жұмыс істеуіне тікелей байланысы бар. Ал миға пайдалы істер қандай? Дененің жетекші емес бөлігін дамыту. Яғни оңқай болсаң сол жақтың, солақай болсаң оң жақтың екенін келтіру. Күнделікті істен бастаған жөн. Тіс тазалағанда, қасық ұстағанда, шаш тарағанда сол қолды пайдаланып көр. Жетекші емес қолмен жазып үйренген де пайдалы. Күніне 10-20 минут кішкентай мәтін жазуға бөлсең, 2 айда сол қолыңның екенін жақсы дәрежеге көтере аласың. Әйгілі жазушы доктор Сьюз айтқандай, көп оқысаң көп білесің. Кітап оқу адамның зейіні мен есте сақтау қабілетін дамытады. Уақыт өте келе ми қартаяды, ал кітап оқу бұл құбылыстың мерзімін біраз жылдарға ұзартады. Ғалымдардың айтуы бойынша, оқитын адамдар арасында қартайып алжитындар мен психикалық аурулар аз кездеседі. Тіл үйрену Альцгеймер ауруынан қорғайды. Көп тіл білген сайын бірнеше істі бір уақытта атқару қабілеті дамиды. Жаңа тілдер миға ғана емес, адамның жеке өміріне де көп көмегі бар. Ой өрістің ұлғаюы, жаңа достардың пайда болуы, саяхаттау мүмкіндігі. Бұл тіл үйренудің тағы бір плюстері. Логикалық есептер мен ойындар есте сақтау қабілеті мен логикалық ойлауды дамытады. Физикалық жаттығулар денеге қалай көмектессе, логикалық есептер де миға солай әсер етеді. Физикалық белсенділік бұлшықеттерге ғана емес, миға да пайдасы бар. Жақсы қан айналым кезінде мида белсенді жұмыс істей бастайды. Ойлану, есте сақтау және үйрену қабілеті дамиды. Сондықтан тезірек фитнеске жадылып немесе жүгірумен айналысуды баста.